Барлығыңыз аллергия деген терминді естіген боларсыздар. Не өзіңіз, не жақындарыңыз, немесе туыстарыңыз, сіз аллергия деген терминді естіген боларсыздар. Аллергия бұл сіздің денеңіздің қалыпты затқа реакциясы. Ол затқа халықтың көпшілігі реакция жасамайды. Алайда қандайда бір себеппен сіздің денеңіз сол затқа шамадан тыс немесе қалыптан тыс реакция жасайды. Аллергия әдетте генетикалық болып табылады және отбасыларда кездеседі. Сіз аллергиялық гендерді тасымалдайсыз және кейде балалық шақта, кейде ересек жаста көрініс табады. Аллергияның ең жиі кездесетін көріністері біз тыныс алу жүйесіне қатысты деп атаймыз. Сіз шаңға, тозаңға ұшырағанда, сіз шамадан тыс түшкіре бастайсыз. Көздеріңізден жас ағады, мұрныңыздан су ағады, кейде тамағыңыз қысылады, дауысыңыз өзгереді. Және бұл жыл бойы немесе маусымдық болуы мүмкін. Маусымдық түрде бұл әдетте шөп безгегі деп аталады. Сондықтан бұл аллергияның ең жиі кездесетін түрі тыныс алу белгілері түрінде болуы мүмкін. Сізде құсу сияқты асқазан шеп белгілері болуы мүмкін. Тағы бір жиі кездесетін белгі тері көрінісі, мен талқылағандай. Сізде бөртпелер мен бүкіл денеңізде қатты қышу мен тері реакциясы болуы мүмкін. Сондықтан аллергия алдын ала анықталған. Сіз гендерді тасымалдайсыз және оны белгілі бір жағдайларда көрініс табасыз.